Апа, ертең немеремнің туған күні, біраз ақша тауып бере аласыз ба? Телефонның ар жағынан інісінің дауысы естілді. 69 жастағы қарлығаш үнсіз қалды. Зейнетақы алғанына 2-ақ күн болған, бірақ соның жартысын әлдеқашан туған туыстарына таратып қойған. Жарайды балам, қолынан келгенше көмектесейін. Телефон өшті. Қарлығаш терезе алдына келіп отырды. Бір бөлмелі ескі пәтердің іші тым-тырыс еді. Бұл үйде одан басқа ешкім жоқ. Ешқашан болмағанда. Күйеуі жоқ, баласы жоқ, немересі жоқ. Тіпті өмірінде бір ер адамның қолынан ұстап серуендеп те көрмеген. 69 жылдық өмірінің бәрі өзгелер үшін өтіп кеткен еді. Терезеден сыртқа қарап отырып, өткен өмірін еске алды. Қарлығаш ауылдағы ең көрікті қыздардың бірі болатын. Аққұба, толықша келген, бидай өңді, қып-қызыл шырайлы қыз еді. Күлген кезде бетінде шұңқыр пайда болатын. Ауылдың үлкендері мына қыз ертең талай жігіттің басын айналдырады деп күлетін. Бірақ тағдыр басқа жол дайындап қойған еді. Қарлығаш үйдің тұңғышы болатын. Одан кейін 4 ұл дүниеге келді. Қанат, Самат, Бекзат, Ерлан. Анасы 4 ұлды өмірге әкелгеннен кейін жиі сырқаттанып жүрді. Сондықтан үйдің бүкіл тірлігі бірте-бірте Қарлығаштың мойнына түсті. 12 жасында тамақ пісірді, 13 жасында кір жуды, 14 жасында інілерін мектепке дайындады. Құрбылары кешке ән айтып серуендеп жүргенде, Қарлығаш үйде бауырларына сабақ оқытатын. Сен үлкенсің ғой қызым дейтін анасы, інілеріңе қарайлас. Қарлығаш ешқашан қарсы шыққан жоқ, өйткені інілерін жақсы көретін, оларға ана болғысы келетін. 17 жасында анасы өмірден өтті. Сол күні Қарлығаштың балалығы да бірге кеткендей болды. Әкесі қатты күйзелді. Ал 4 бала әпкесінің етегінен ұстап қалды. Содан кейін Қарлығаш мүлдем өзгерді. Таңнан кешке дейін жұмыс, үйдің тірлігі, інілерінің сабағы, олардың киімі, олардың тамағы, олардың болашағы, бәрі соның мойнында еді. Жылдар өте берді. 20 жасқа келгенде ауылдың жігіттері оған жиі сөз сала бастады. Бірақ Қарлығаш бәріне бір жауап айтатын. Әлі ерте. Шын мәнінде, ол өз өмірін кейінге қалдырып жүрген еді. Әуелі інілерім аяқтан тұрсын, әуелі інілерім оқысын, әуелі інілерім жұмысқа орналассын. Осы сөздерді айтып жүріп, жастық шағының қалай өтіп өткенін өзі де байқамай қалды. Ал 25 жасқа келген жылы, оның өмірін түбегейлі өзгерткен қайғы келді. Әкесі аяқ астынан дүниеден өтті. Әкесі тірі кезде Қарлығаштың ішінде ешкімге айтпаған бір сыры болатын. Ол мектепте оқып жүрген кезінен бері Ермек деген жігітті ұнататын. Ермек ауылдағы ең сымбатты жігіттердің бірі еді. Бой ұзын, спортпен айналысатын, сабаққа да жақсы болатын. Мектептегі қыздардың көбі соған қарайтын, Қарлығашты қарайтын. Бірақ ешқашан жақындап сөйлескен емес. Өйткені Қарлығаштың өзіне деген сенімі жоқ еді. Айнаға қараған сайын, мен әдемі емеспін, мен тым толықпын, маған бәрібір ешкім қарамайды, деп ойлайтын. Сыныптағы қыздардың көбі нәзік, сұңғақ болатын, ал Қарлығаш томпақтап еді. Сол үшін өзін басқалардан төмен көретін. Бір күні мектеп кешінде Ермек басқа қызды биге шақырды. Қарлығаш бұрышта үнсіз қараттырды. Жүрегі ауырып кетті, бірақ ешкім байқамады. Сол түні жастығына бетін басып ұзақ жылады. Бұл оның алғашағы махаббат еді. Бірақ ол махаббат туралы Ермек ешқашан білмеді. Мектеп бітті. Барлығы әр жаққа тарады. Бір күні ауылға хабар жетті. Ермек үйленіпті, қаладан бір сұлу қызға. Қарлығаш бұл жаңалықты естігенде сырттай ғана күлімсіреді. Бақытты болсын, деді. Бірақ сол түні тағы да көз жасын тыя алмады. Өйткені өмірінде алғаш рет жақсы көрген адамы енді біреудің жары болған еді. Ал сол кезде ауылда тағы бір адам Қарлығашқа сырттай қарап жүретін. Ол көрші үйдегі Нұржан. Нұржан бала кезінен Қарлығашты ұнататын. Тіпті мектепте жүргенде де сөмкесін көтеріп беретін, су әкеліп беретін, үйдің ауыр жұмыстарын жасап кететін. Бірақ Қарлығаш оны жігіт ретінде ешқашан көрмеді. Бір күні Нұржан кешке үйдің алдына келді. Қарлығаш, сөйлесек бола ма? Айта бер. Мен сені көптен бері ұнатамын. Қарлығаш бірден төмен қарады. Қойшы. Шынымды айтып тұрмын. Жоқ, Нұржан, олай айтпа. Неге? Маған ондай нәрсе керек емес. Сен маған ұнамайсың деп айтсан да болады ғой. Қарлығаш үндемеді.
Шын мәнінде Нұржан жаман жігіт емес еді, бірақ оның жүрегі әлі де баяғы ермектің елесінде жүрбен. Сол себепті Нұржаннан қашқақтай берді. Көшеде көрсе басқа жаққа бұрылып кететін, әңгімесін қысқа қайыратын, кейде тіпті ренжітіп алатын. Ал Нұржан болса бәрібір үмітін үзбейтін. Бірақ уақыт өте келе оның да шыдамы таусыла бастады. Нұржанның Қарлығашқа көңіл білдіргеніне бірнеше ай өткен. Бірақ Қарлығаш бұрынғысынша одан қашқақтап жүрді. Кейде дүкенге бара жатса, алыстан Нұржанды көріп, басқа көшеге бұрылып кететін. Өзі де түсінбейтін. Неге екен? Нұржан жақсы жігіт еді. Ішпейді, темекі шекпейді, еңбекқор, ата-анасына қамқор. Бірақ Қарлығаштың жүрегі оған тартпады. Мүмкін әлі күнге дейін ермекті ұмыта алмаған шығар. Мүмкін өзін ешкімге лайық көрмеген шығар. Бір күні Нұржан тағы келді. Бұл жолы қолында бір бума гүл бар. Қарлығаш алдыда кір жайып жүрген. Мұнаны саған әкелдім, деді жігіт. Қарлығаш гүлге қарады, сосын күліп жіберді. Бірақ ол күлкі қуаныштың күлкісі емес еді. Өзін ыңғайсыз сезінгеннен туған күлкі болатын. Нұржан, мұны не үшін әкелдің? Ұнатқан соң, мен саған қанша рет айттым. Білемін. Онда неге қоя салмайсың? Нұржан үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана. Өйткені сен жақсы адамсың, деді. Қарлығаш алғаш рет оның көзіне тіке қарады. Жігіттің жанары шынайы еді. Бірақ қыз тағы да жүрегінің есебін жапты. Мен тұрмыс туралы ойламаймын. Қазір ойламасаң, кейін ойларсың. Жоқ. Неге сонша қорқасың? Қарлығаш жауап бермеді. Өйткені өзі де нақты білмейтін. Сол жылы Қанат институтқа түсті. Үйде қуаныш. Әкесі мәз, інілері мәз. Ал Қарлығаш болса есептеп отыр. Оқу ақысы, жатақхана, киім, жолақы, бәрі ақша. Сол күннен бастап ол тағы да қосымша жұмыс істей бастады. Таңертең дүкен, кешке тігін, түнде тоқу. Жиналған ақшаның бәрі Қанатқа кетіп жатты. Бір күні көрші апа. Қызым, өзіңе де ақша жинамайсың ба? Кейін жинаймын. Қашан? Інілерім аяқтан тұрған соң. Апа басын шайқады. Қызым-ау, өмір деген күтіп тұрмайды. Бірақ Қарлығаш ол сөздің мәнін әлі түсінбеген еді. Күзде ауылда тағы бір жаңалық тарады. Нұржан құда түсіп жатыр екен. Басқа ауылдың қызына. Бұл хабарды Қарлығаш көрші әйелдерден естіді. Бір сәтке жүрегі шым ете қалды. Неге екенін өзі де түсінбеді. Өйткені өзі Нұржанды қаламаған. Өзі қанша рет қайтарған. Сонда да әлдене жоғалтқандай болды. Сол күні кешке терезе алдында ұзақ отырды. Көшенің ар жағында Нұржан өтіп бара жатты. Бұрынғыдай оған қарамады. Бұрынғыдай күлімдемеді. Тек өз жөнмен кетіп бара жатты. Сол кезде Қарлығаштың жүрегінде алғаш рет бір ой жылт етті. Мүмкін мен қателескен шығармын. Бірақ ол ойды дереу қуып жіберді. Өйткені оның өмірінде өзінен де маңызды адамдар бар еді. Олар 4 інісі болатын. Нұржанның үйлену тойы күздің соңында өтті. Бүкіл ауыл жиналды. Ән айтылды, би биленді. Жастар күліп ойнап жүрді. Қарлығаш та барды. Бармауға болмайтын еді. Ауыл кішкентай. Бір-бірінің қуанышына ортақтасып жүреді. Бірақ той басталғаннан бері оның көңілі біртүрлі болып отырды. Нұржан ақ көйлек киген қалыңдығының жанында күлімдеп тұрды. Бақытты көрінді. Қарлығаш сырттай қарап отырды. Бір кезде Нұржанның көзі оған түсті. Екеуі бірнеше секунд үнсіз қарасып қалды. Сосын Нұржан басын изеп амандасты. Қарлығаш та күлімсіреген болды. Бірақ ішіндегі белгісіз ауырлық кетпеді. Тойдан кейін өмір бұрынғы арнасына түсті. Қарлығаш жұмыс істейді, үйге келеді. Інілермен айналысады. Қанат оқып жүр. Самат мектеп бітіруге жақындады. Бекзат пен Ерланда ер жетіп келеді. Үйдің бар тірлігі тағы да Қарлығаштың мойнында. Кейде кешке шаршап отырып қалады. Сонда әкесі, қызым, сен де демалсаңшы дейтін. Уайымдамаңыз әке, бәрі жақсы. Бірақ бәрі жақсы емес еді. Оның жастығы ақырындап өтіп бара жатқан. Ал өзі оны байқамағандай болатын. Бір күні көктемде құрбысы Зәуре келді. Зәуре мектепте бірге оқыған құрбысы еді. Қазір 2 баланың анасы. Үйге кіріп шай ішіп отырып, Қарлығаш, сен ренжімеші, бір нәрсе сұрайыншы. Сұрай бер. Сен неге тұрмысқа шықпай жүрсің? Қарлығаш күліп жіберді. Қойшы саны. Жоқ, шынымен. Уақытым болмады. Уақыт болмай ма? Інілерінді жеткізу керек. Зәуре күрсінді. Інілерінді жеткізесің, ертең үйленеді, өз үйлеріне кетеді. Солай болсын.
Ал сен ше? Қарлығаш үндемеді. Жалғыз қалудан қорықпайсың ба? Жоқ. Бұл сөзді айтқанымен ішінің бір түкпірінде қорқатынын өзі де білетін. Сол жазда Саматта оқуға түсті. Үйде тағы қуаныш, бірақ тағы шығын. Қарлығаш өзінің алтын сырғасын сатып жіберді. Оны анасы тірі кезінде сыйлаған болатын. Сырғаны қолына ұстап тұрып біраз ойланып қалды. Сосын ломбардқа тапсырды. Өйткені Саматқа ақша керек еді. Ол кезде оған 28 жас толған. Көп қыздар ол жаста 2-3 баланың анасы болып үлгерген. Ал Қарлығаш болса, әлде інілерінің қамымен жүрген. Кейде кешкісін жалғыз қалғанда айнаға қарайтын, бетіндегі өзгерістерді байқап қалатын. Баяғы мектептегі томпақ қыз енді бойжеткен әйелге айналған. Бірақ оның өмірінде ештеңе өзгермегендей еді. Сол кезде алғаш рет «Мен шынымен бақыттымын ба?» деген сұрақ мазалай бастады. Алайда ол сұраққа жауап беруге тағы да уақыты болмады. Өйткені келесі күні Ерлан ауырып қалды. Артынша Бекзаттың оқуына ақша керек болды. Тағы бір мәселе шықты. Тағы бір жауапкершілік келді. Ал Қарлығаш болса өз өмірін тағы кейінге ысыра салды. Жылдар баяу өтіп жатты. Қарлығаш 30 жасқа толғанда, ауылдағы көп адам оған аяушылықпен қарай бастады. Бұрын «Қандай жақсы қыз, қандай тәрбиелі, қандай еңбекқор» дейтін. Ал енді әлі тұрмысқа шықпап па? Жасы 30-ға келді ғой. Енді кім алады екен деген сөздер көбейе бастады. Қарлығаш сыртынан айтылған әңгімелерді естімеген болып жүретін, бірақ бәрібір көңіліне тиетін, әсіресе кешке жалғыз қалғанда. Бір күні ауылдағы тойда бұрынғы сыныптастарымен кездесті. Барлығы отбасылы. Бірінің 3 баласы бар. Бірінің қызы мектепке барып жүр. Бірінің ұлы әскерден келген. Әңгіме арасында бір әйел байқамай, «Қарлығаш, сенің балан нешеде еді?» деп сұрап қалды. Үстел басында отырғандар үнсіз қалды. Әйел де қатесін түсінді. «Кешірші». Қарлығаш күлімсіреген болды. Ештеңе етпейді. Бірақ үйге келген соң көпке дейін ұйықтай алмады. Өйткені бірінші рет өзінің басқалардан өзгеше өмір сүріп жатқанын анық сезінді. Сол кезде інілерінің бәрі ер жеткен еді. Қанат жұмыс істейді, Самат оқып жүр. Бекзат та қалаға кеткен. Ерлан мектептің жоғарғы сыныбында. Қарлығаш болса әлі сол баяғы үйде. Сол баяғы тіршілік, сол баяғы жауапкершілік. Бір күні көрші апай келді. «Қызым, саған бір сөз айтайын ба?» «Айтыңыз». «Сен өзіңді ұмытып кеттім». Қарлығаш күліп жіберді. «Қалайша? Бүкіл өміріңді басқаларға бердің. Олар менің інілерім ғой». «Иә, бірақ сен де адамсың». «Мен жақсымын». «Жоқ, қызым». Қария ауыр күрсінді. «Сен өз бақытыңды кейінге қалдырып жүрсің». Қарлығаш үндемеді. Бұл сөзді соңғы жылдары бірнеше адам айтқан, бірақ ол бәрібір кімдағысы келмейтін. Сол күзде Қанат үйленетін болды. Үйде дайындық басталды. Қарлығаш тағы жүгіріп жүрді. Киім, дастарқан, қонақ, тойхана, барлығы оның мойнында. Бір күні кешке шаршап отырып қалғанда, қолындағы ескі фотоальбом түсіп кетті. Арасынан мектеп кезіндегі сурет шығып қалды. Суретте өзі, құрбылары және ермек тұр екен. Баяғы алғашқы махаббаты. Қарлығаш ұзақ қарап отырды. Ермек қазір қайда екен? Қалай өмір сүріп жатыр екен? Балалары бар шығар, немерелері де бар шығар. Ал өзі ше? Оның өмірінде не қалды? Сол сәтте жүрегі біртүрлі босап кетті. Өйткені өмірінде алғаш рет өзі үшін емес, өзгелер үшін өмір сүріп келе жатқанын анық сезінді. Бірақ бәрібір өзіне аз қалды. «Інілерімнің бәрі аяқтан тұрсын. Сосын өз өмірімді ойлаймын», деп жұбатты. Өкінішке қарай, ол бұл сөзді 10 жылдан бері айтып жүрген еді. Қанаттың тойынан кейін көп ұзамай, Қарлығаш ауылдан қалаға көшті. Бірақ бұл көшудің себебі өз өмірін бастау емес еді. Ақша табу үшін көшті. Інілеріне көмектесу үшін көшті. Сол кезде оның жасы 30-дан асып кеткен болатын. Қала алғашында оған қорқынышты көрінді. Үлкен көшелер, бейтаныс адамдар, асығып жүрген халық. Ауылдағыдай ешкімді танымайды. Қарлығаш біраз уақыт жатақханада тұрды. Содан кейін асханалардың біріне жұмысқа орналасты. Таңғы 6-да жұмыс басталады. Кешкі 7-8-де әрен қайтады. Кейде тіпті түнге дейін қалатын. Асхана іші үнемі ыстық. Бу, майдың иісі, қазандар, ыдыстар, аяқтан тік тұрып жұмыс істеу. Кешке келгенде аяғы ісіп кететін, арқасы ауыратын. Бірақ ол ешқашан шағымданбайтын. Өйткені оның арманы бар еді. Кішкентай болса да өз пәтерін алу,
жылдар бойы жинаған ақшасын санап отыратын. Бір күні міндетті түрде өз үйім болады деп ойлайтын. Бірақ ақша жиналмайтын. Қанат хабарласады. Апа, балама киім алып беру керек еді. Самат хабарласады. Апа, ақша жетпей қалды. Бекзат хабарласады. Апа, несие төлейтін уақыт келді. Ерлан хабарласады. Апа, көмектесіп жібермішші. Қарлығаш тағы да жинаған ақшасын жібереді. Тағы жібереді. Тағы жібереді. Өзі болса бұрынғы ескі киімдерін киіп жүре береді. Асханада жұмыс істейтіндердің арасында Марат деген ер адам болатын. Жасы 40-тар шамасында. Жақсы адам еді. Артық сөйлемейді. Біреуге дауыс көтермейді. Қарлығашқа үнемі құрметтен қарайтын. Бір күні түскі үзілісте. Қарлығаш апай, кешке саябаққа барып қайтсақ қалай болады? Деді. Қарлығаш антаң болып қалды. Не үшін? Жай ғана серуендейміз. Жоқ. Неге? Уақытым жоқ. Марат күліп қойды. Бір сағатта жоқ па? Жоқ. Шын мәнінде уақыты бар еді, бірақ ол үйреніп қалған болатын. Өзі үшін өмір сүрмеуге. Бірнеше күннен кейін Марат тағы шақырды. Киноға барайық. Бармаймын. Кофе ішеміз. Қажет емес. Әңгімелесеміз. Жоқ. Марат таңырқайтын. Өйткені Қарлығаштың көзінен жалғыздық көрінетін. Бірақ сол жалғыздыққа ешкімді жақындатқысы келмейтін. Кейде кешке жұмыстан кейін аялдамада бірге тұратын. Сонда Марат, сіз ешқашан тұрмыс құрмағансыз ба? Деп сұрады. Қарлығаш сәл үндемей қалды. Жоқ. Неге? Солай болды. Өкінбейсіз бе? Қарлығаш жауап бермеді. Автобус келіп қалды. Ол тез кіріп кетті. Бірақ сол түні ұйықтай алмай шықты. Өйткені бұл сұрақты соңғы кезде өзіне де жиі қоя бастаған еді. Ал Марат болса, әлі де оны ұмыта қоймаған болатын. Келесі күндері Марат бұрынғыдай мазаламайтын болды, бірақ Қарлығаш байқап жүрді. Асханада ауыр қазан көтерсе, үнсіз келіп көмектесіп кетеді. Еден тайғақ болса, абайлап жүрміз дейді. Түскі үзілісте шай ішіп отырса, шаршаған сияқтысыз деп қояды. Бар болғаны осы, артық ештеңе жоқ. Бірақ осының өзі Қарлығашқа үйреншікті емес еді. Өйткені өмірінде оған осылай қамқорлық көрсеткен адам көп болмаған. Бір күні жұмыс өте ауыр болды. Түскі асқа келген адам көп еді. Асқан ащы ыстық. Бу көтеріліп тұр. Қарлығаш таңнан бері аяғынан тік тұрған. Кешке қарай бас айналып кетті. Қолындағы табағы жерге түсіп кетті. Дыбыс шықты. Жұрт жалт қарады. Қарлығаш орындыққа отыра кетті. Сол кезде бірінші болып жүгіріп келген Марат болды. Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсымын. Жоқ, өңіміз қашып кетіпті. Ол су әкеліп берді. Басшылар да жиналды. Біраздан кейін Қарлығаш өзіне келді. Сол күні кешке жұмыстан шыққанда Марат қасында жүрді. Үйге дейін шығарып салайын. Қажет емес. Қараңғы болып қалды. Өзім барам. Сіз бәрін өзім істеймін деп үйреніп кеткенсіз ғой. Қарлығаш тоқтап қалды. Бұл сөз дәл жүрегіне тигендей болды. Өйткені рас еді. 40 жыл бойы бәрін өзі істеп келе жатқан. Ешкімге сүйенбеген, ешкіммен көмек сұрамаған. Сол түні үйіне келіп ескі альбомдарын ақтара бастады. Бір суреттен кейін бір сурет. Інілерінің мектеп кезі, студент кезі, үйлену тойлары, балаларының суреттері, немерелері. Бүкіл альбом соларға толы. Ал өзінің суреттері өте аз екен. Қарлығаш ойланып қалды. Бүкіл өмірі өзгелердің өмірін әдемі етуге кеткендей, ал өз өмірі қайда? Өзі туралы естелік неге жоқ? Осы ой алғаш рет оны қатты мұңайтты. Бір аптадан кейін Самат телефон соқты. Апа, қалайсыз? Жақсымын балам. Бір өтініш бар еді. Қарлығаш үнсіз қалды. Себебі әңгіменің қалай жалғасатынын алдын-ала білетін. Ұлым университетке түспек еді. Иә, біраз ақша жетпей тұр. Қарлығаш терезеге қарап тұрды. Бұрыштағы сандықшаның ішінде пәтерге деп жинап жүрген ақшасы жатқан. Жылдар бойы жинаған ақшасы. Қанша керек? Мынадай сома. Қарлығаш көзін жұмып алды. Тағы да солай, тағы да өзі, тағы да өзгелер. Бірақ бұл жолы жүрегінің түбінде бір нәрсе қарсыласып тұрғандай еді. Өйткені оның жасы 50-ге жақындап қалған болатын. Ал өз басында әлі үй жоқ еді. Телефонның ар жағында Самат жауап күтіп тұрды. Ал Қарлығаш өмірінде алғаш рет бірден жауап бере алмай қалды. Телефонның ар жағында Самат үнсіз күтіп тұрды. Апа? Қарлығаш терең дем алды. Бөлменің бұрышындағы темір сандыққа көз түсті.
Сол сандықта оның көп жылғы арманы жатқан, аз-аздан жинаған ақшасы. Бір бөлмелі болса да өз үйім болады деп жинаған ақшасы. Қанша керек дедің, деп сұрады баяу ғана. Самат соманы айтты. Қарлығаш үнсіз қалды. Бұл аз ақша емес еді. Біраз жыл жинаған қаражатының үлкен бөлігі болатын. Жарайды балам. Рахмет апа. Ертең жіберем. Алла разы болсын. Телефон өшті. Қарлығаш орындыққа жайлап отырып қалды. Көзіне жас келді. Бірақ ол не үшін жылап отырған өзі де түсінбеді. Інісіне көмектескеніне емес, өзінің тағы да өз арманынан бас тартқанына жылады. Ертеңіне банкке барып ақшаны аударды. Қайтып келе жатқанда автобус терезесінен сыртқа қарап отырды. Көшеде жас жұбайлар қол ұстасып келе жатыр. Бір әйел кішкентай қызын жетектеп барады. Бір ата немересін көтеріп алған. Қарлығаш олардың бәріне үнсіз қарап отырды. Кенет жүрегінің бір түкпірі шымете қалды. Оның да осындай өмірі болуы мүмкін еді ғой, бірақ болмады. Кешке жұмыста Марат байқап қалды. Бір нәрсе болды ма? Жоқ. Өтірік айтып тұрсыз. Қарлығаш жымиды. Қайдан білдіңіз? Көзімізден көрініп тұр. Біраз үнсіздік орнады. Сосын Марат: сіз өмір бойы біреулер үшін өмір сүрген сияқтысыз. Қарлығаш жалт қарады. Неге олай дейсіз? Өйткені өзіңіз туралы ешқашан айтпайсыз. Тек інілеріңіз туралы айтасыз. Тек олардың балалары туралы айтасыз. Олар менің туғандарым ғой. Ал сіз ше? Қарлығаш тағын демеді. Мараттың осы сұрағы соңғы кезде тым жиі қойылатын болып кеткен еді. Сол күні кешке үйге келгенде есік алдында гүл тұр екен. Қарапайым ғана дала гүлдері. Қасына кішкентай қағаз қойылыпты. Кейде өзімізді де жақсы көрміз, Марат. Қарлығаш ұзақ қарап тұрды. Сосын гүлді үйге алып кірді. Өмірінде бірінші рет бір ер адам оған гүл сыйлаған еді. 50 жасқа таяп қалған шағында. Ол гүлдерді суға салып қойды. Түнде бірнеше рет тұрып қарады. Бір түрлі жылы сезім пайда болған. Бірақ дәл сол сезіммен бірге қорқыныш та келді. Өйткені ол ешқашан махаббатқа үйренбеген еді. Қамқорлыққа үйренбеген еді. Біреудің өзін ойлағанына да үйренбеген еді. Сол себепті жүрегінің есігін ашуға қорқатын. Ал бірнеше күннен кейін ауылдан тағы бір хабар келді. Бұл жолы Қанат хабарласты. Дауысы мұңды естілді. Апа, сөйлесу керек еді. Қарлығаштың жүрегі бірден секем алып кетті. Өйткені туғандарынан келген әр қоңырау соңғы жылдары жақсы жаңалық әкелмейтін. Қарлығаш телефонды құлағына жақындатты. Не болды, Қанат? Інісі бірден жауап бермеді. Дауысы қысылып шықты. Апа, ренжімеші. Қарлығаштың жүрегі одан сайын мазасызданды. Айта бер, балам. Үйдің төбесін жөндеу керек болып тұр. Қарлығаш көзін жұмып алды. Тағы ақша, тағы көмек, тағы мәселе. Соңғы 20-30 жыл бойы осыны естіп келе жатыр. Қанша керек? Егер қолынан келсе, Қанат соманы айтты. Қарлығаш үнсіз қалды. Ол сомада аз емес еді. Телефонды қойған соң ол ұзақ уақыт қозғалмай отырды. Терезеден қала шамдары көрініп тұр. Ал кішкентай пәтердің ішінде тағы да жалғыз өзі. Сол сәтте алғаш рет бір нәрсе есіне түсті. Осы уақытқа дейін ол қанша рет інілеріне ақша жіберді, қанша рет көмектесті, қанша рет өзінен бас тартты, санауға келмейді. Ал інілерінің біреуі: апа, өзіңе пәтер алып алдың ба? Апа, денсаулығың қалай? Апа, ақшам жетіп жүр ме? Деп сұрады ма? Өкінішке қарай өте сирек. Келесі күні жұмыста көңілі болмай жүрді. Картоп аршып отырып та ойлана береді. Ыдыс жуып отырып та ойлана береді. Түскі үзілісте де ойынан кетпеді. Сол кезде Марат жанына келді. Қарлығаш, бүгін үндемей жүрсіз? Шаршадым. Тек шаршаған адамға ұқсамайсыз. Қарлығаш жымиып қойды. Сіз психолог болмағансыз ба? Марат күліп жіберді. Жоқ, бірақ сіздің көзіңіз мұңайып тұр. Біраз үнсіздік орнады. Сосын Қарлығаш күтпеген жерден сөйлеп кетті. Мүмкін алғаш рет ішіндегі сырын біреуге айтқысы келген шығар. Мен кейде түсінбеймін. Нені? Менің өмірім қайда кеткен? Марат үнсіз тыңдап отырды. Бір қарасам жаспын деп жүрмін. Бір қарасам 60-қа келіп қалыппын. Бүкіл өмірім інілерімнің соңында өтті. Өкінесіз бе? Қарлығаш бірден жауап бере алмады. Ұзақ ойланды. Жоқ. Біраздан кейін, бірақ кейде жаным ауырады, деді. Сол кеште үйіне қайтып келе жатқанда автобуста орын босамады. Ұзақ тұрды. Аяғы сырқырап кетті.
Қолындағы сөмкесі ауыр. Bir кезде жас қыз орын берді. Апа, отырмыз. Апа, осы сөз бұрын оған ұнайтын, ал бүгін жүрегіне ауыр тиді. Өйткені уақыттың қалай өтіп өткенін тағы бір еске салғандай болды. Үйге келген соң сандықты ашты, қалған ақшасын санады. Пәтерге жетпейді, әлі де жетпейді. Бірақ бұрынғыдай қатты қиналмады, өйткені оның жанын қазір басқа нәрсе ауыртып жүрген. Ақша емес, жалғыздық. Көп жылдан бері байқатпай жиналғыздық. Сол түні ұйықтар алдында үстел үстіндегі қурай бастаған гүлдерге көзі түсті. Марат сыйлаған гүлдер. Қарлығаш жай ғана күлімсіреді. Сосын өмірінде бірінші рет бір ой келді. Егер мен бір кездері өзім үшін өмір сүріп көрсем қалай болар еді? Бұл ойдан өзі шошып кетті. Өйткені 69 жыл бойы ол ондай нәрсені ойлап көрмеген еді. Сол түні Қарлығаш ұзаққа дейін көз іле алмады. Терезенің ар жағында қала ұйықтап жатқан. Ал оның ойы тынышталмай қойды. Егер мен өзім үшін өмір сүрсемше? Осы ой қайта-қайта келе берді, бірақ артынша өзіне өзі ұрысты. Не болып бара жатыр маған? Осы жасқа келгенде не ойлап отырмын? Менің жасымда адамдар немере бағып отырады. Сөйтіп жастығын аударып қойып ұйықтауға тырысты. Келесі күні жұмыста Марат әдеттегідей амандасты, бірақ бұл жолы Қарлығаш оны байқамай өте алмады. Бұрын байқамайтын нәрселерді көре бастады, шашының арасындағы ақ қылаңды, көзінің мейірімін, сабырлы мінезін, қарапайымдылығын. Ол да жалғыз тұратын, ол да ешқашан үйленбеген. Бірақ бұл туралы екеуі терең сөйлеспеген еді. Түскі үзілісте Марат қолына 2 стақан шай ұстап келді. Мынау сізге. Әуре болмай-ақ қойсаңызшы. Мен үшін әуре емес. Қарлығаш шайды алды. Бірнеше секунд үнсіз отырды. Сосын күтпеген жерден сұрады. Сіз неге үйленбедіңіз? Марат күлімсіреп қойды. Ақыры сұрадыңыз ба? Қарлығаш ұялып кетті. Жай сұрадым. Анам ауырды. Сосын оған қарадым. Уақыт өтіп кетті. Кейін жалғыздыққа үйреніп кеттім. Қарлығаш селк ете қалды. Бұл әңгіме өз өміріне қатты ұқсайтын. Кек онда ана емес, 4 інісі бар еді. Кешке жұмыстан шыққанда жаңбыр жауып тұрды. Адамдар аялдамаға қарай жүгіріп жатыр. Қарлығаш қолшатырын үйде ұмытып кетті. Сол кезде үстіне көлеңке түсті. Басын көтерсе, Марат қолшатыр ұстап тұр екен. Келіңіз. Жоқ, өзім. Тағы да өзім дейсіз бе? Қарлығаш еріксіз күліп жіберді. Мүмкін соңғы жылдары алғаш рет шын көңілден күлген шығар. Екеуі аялдамаға дейін бірге жүрді. Жол бойы аса көп сөйлескен жоқ. Бірақ Қарлығаш өзін бір түрлі жеңіл сезінді. Сол кеште үйге келгенде телефон шырылдады. Қоңырау Бекзаттан екен. Апа, сәлеметсіз бе? Сәлем балам. Ертең қалаға келем. Қарлығаш қуанып кетті. Шынымен бе? Иә, үйге кел. Уақытым болса. Қарлығаштың жүзі сәл өзгеріп кетті. Қалай? Балаларды дәрігерге апару керек. Сосын жұмыстар бар. Мүмкін жарты сағатқа соғармын. Жарайды. Телефон өшті. Қарлығаш үнсіз қалды. Ол үнлерін сағынып жүреді, ал олар соңғы жылдары оған барған сайын алыстап бара жатқандай. Бұрын әр мәселені апасымен ақылдасатын, қазір тек көмек керек кезде ғана хабарласатын болды. Бұл шындықты Қарлығаш енді ғана анық сезіне бастаған еді. Түнде айналдына келді, шашына қарады, бетіндегі әжімдерге қарады, сосын баяу ғана күлімсіреді. Қарлығаш, сен өмір бойы өзгелер үшін өмір сүрдім, бірақ өзіңді мүлде ұмытып кетіпсің. Ол мұны алғаш рет дауыстап айтты, және осы сөзді айтқанда көзінен жас сырап түсті. Қарлығаштың жасы 69-ға келді. Бір кездер томпақ қыз еді. Қазірде денесі толысқан, жылдар бойы ауыр жұмыстың, шаршаудың, уайымның салмағы қосылған. Соңғы кезде аяғы жиі ауыратын болды. Баспалдақпен көтерілсе ентігіп қалады. Дүкеннен су алып келудің өзі қиынға соғатын. Кейде 2 литрлік бөтелкені көтеріп келе жатып, бірнеше рет демалып алатын. Сонда жүрегі шым ететін. Інілерінің балалары мен немерелері оны жақсы көретін, әсіресе қыздары. Қарлығаш апа, Қарлығаш әже, деп мойнына асылатын. Оларға сыйлық алып береді. Туған күндерін ұмытпайды. Қолынан келгенше көмектеседі. Балалар да оны жақсы көреді. Бірақ кешке бәрі үйлеріне қайтады. Әкелерінің қасына, аналарының қасына. Ал Қарлығаш болса жалғыз қалады. Бір күні кешке аяғы қатты ауырып кетті. Ас үйге дейін әрең жүрді. Шайнекке су құяйын десе белі шаншып кетті. Қабырғаға сүйеніп ұзақ тұрды. Сол сәтте көзінен жас шығып кетті. Өйткені алғаш рет
аурудан емес, жалғыздықтан жылады. Егер қызы болса ше? Анашым, отыра тұрмыз, мен әкелемін, дер еді. Егер ұлы болса ше? Анашым, ауыр зат көтермеңіз, дер еді. Бірақ ондай ешкім жоқ еді. Сол түні терезенің алдында ұзақ отырды. Қала шамдары жарқырап тұр. Ал оның ойы баяғы ауылға кетіп бара жатты, мектептегі кезіне. Ермекке сырттай ғашық болған күндеріне, Нұржанды кері қайтарған сәттеріне, әкесіне, анасына, жақ Қарлығашқа. Неге өзінді ойламадым екен? Неге бәрін кейінге қалдыра бердім екен? Неге? Бұл сұрақтарға енді жауап жоқ еді. Қарлығаш кенет орнынан тұрып, ескі альбомды алды. Парақтай бастады. Бірінші бетте анасы, екінші бетте әкесі, үшінші бетте төрт інісі, одан кейін тағы інілері, тағы інілері. Тағы олардың балалары, тағы олардың тойлары, тағы олардың қуаныштары. Қарлығаш ұзақ қарап отырды, сосын жай ғана күлімсіреп қойды. Өкініш аралас мұңды күлкі еді, өйткені сол альбомнан өзінің өмірін таба алмады. Бүкіл суретте ол біреуге көмектесіп жүр, біреудің баласын көтеріп жүр, біреудің тойында жүгіріп жүр. Бірақ бірде-бір жерде өзінің бақыты жоқ еді. Сол түні ол жастығына басын қойып жатып, өмірім қалай тез өтіп кеткен. Кеше ғана 20 жаста едім ғой, деп сыбырлады. Көзінен аққан жас жастыққа сіңіп жатты. Ал бөлмеде оны жұбататын ешкім жоқ еді. Бір күні Қарлығашқа ауылдан хабар келді. Мектеп бітіргендеріне 50 жыл толуына байланысты сыныптастар кездесуі өтетін болды. Алғашында барғысы келмеді. Қайтемін барып, кім мені күтіп отыр, деп ойлады. Бірақ құрбысы Зәуре қайта-қайта телефон соқты. Кел міндетті түрде. Қойшы, жоқ келесің. Денсаулығым, сылтау айтпа. Ақыры келісті. Кездесу болатын күні таңертең ерте оянды. Шкафын ашып ұзақ тұрды. Киетін дұрыс көйлегі де аз екен. Соңында көк түсті ескілеу көйлегін таңдады. Шашын тарады. Айнаға қарады. Бетіндегі әжімдер анық көрінеді. Көзінің астында шаршау бар. Бірақ бәрібір өзін жинақ ұстауға тырысты. Ауылға кіргенде жүрегі дүрсілдей бастады. Бәрі таныс. Көшелер, мектеп, балалық шағы өткен жерлер. Көп нәрсе өзгермепті. Ал өзі қатты өзгергендей. Мектептің алдына келгенде адамдар жиналып қалыпты. Бірі бірін құшақтап жатыр, бірі күліп тұр, бірі суретке түсіп жатыр. Қарлығашты көргенде бәрі қуанып қарсы алды. Қарлығаш, ойпырмай өзгермепсің, кел отыр. Қарлығаш та күлімсіреп амандасты. Бірақ біраздан кейін оның көңілі өзгере бастады. Сыныптастарының әңгімесін тыңдап отыр. Үлкен қызым дәрігер болды. Ұлым Германияда тұрады. Биыл 3-ші немерем дүниеге келді. Келінім өте жақсы. Немерем мектепте барды. Әңгіме тек балалар туралы, немерелер туралы, отбасы туралы. Қарлығаш үнсіз тыңдап отырды. Оның айтары жоқ еді. Өйткені өзінің баласы жоқ, немересі жоқ, келіні жоқ, күйеуінің суреті де жоқ. Бір кезде қатарлас құрбысы сұрақ қалды. Қарлығаш, сенің немерелерің нешеу болды? Үстел басы үнсіз қалды. Бәрі сұрақтың жауабын білетін. Бірақ әйел байқамай айтып қалған еді. Қарлығаш жымиып қойды. Менің немерем жоқ. Әйел қысылып қалды. Кешірші. Ештеңе етпейді, бірақ жүрегі шым етіп ауырды. Сол кезде сыныптастарының бірі телефоннан сурет көрсетті. Мынау менің қызым, екіншісі. Мынау немерем, үшіншісі. Мынау шөберем. Қарлығаш күлімсіреп қарай береді, бірақ ішінен бір бос кеңістік ұлғайып бара жатқандай еді. Кеш соңында бәрі сыртқа шықты, ортақ суретке түсті. Сыныптастарының жанында жұбайлары тұр. Кейбірінің балалар келген. Тіпті немерелер де жүр. Ал Қарлығаш жалғыз тұрды. Жалғыз. Сол сәтте ол өзін өмірінде бірінші рет өте жалғыз сезінді. Өте қатты жалғыз. Суреттен кейін бәрі үйлеріне тарай бастады. Біреуін күйеу күтіп тұр. Біреуін ұл алып кетуге келді. Біреуінің қызы құшақтап тұр. Ал Қарлығаш болса, автобус аялдамасына қарай жалғыз аяндады. Күн батып бара жатты. Ауыл көшелері баяғыдай тыныш. Сол кезде көзінен жас сырғып түсті. Мен қай жерде қателестім, деп сыбырлады. Ол сұраққа жауап таба алмады. Бірақ дәл сол сәтте артынан бір таныс дауыс естілді. Қарлығаш, сен бе? Қарлығаш тоқтап қалды. Дауысты бірден танығандай болды. Қарлығаш, сен бе?
Қарлығаш баяу бұрылды. Алғашында тани алмай қалды. Шашына ақ кірген, бетіне әжім түскен. Бойы бұрынғыдай тік болғанымен жасы сезіліп тұр. Бірақ көздері... Сол көздерді ол бірден таныды. Бұл Ермек еді. Мектепте жүргенде сырттай ғашық болған Ермек. Жүрегінде жылдар бойы сақталып қалған алғашқы махаббаты. Екеуі біраз уақыт үнсіз қарап тұрды. Сосын Ермек күлімсіреді. Тани алмадың ба? Таныдым. Қарлығаштың даусы әрем шықты. Көп жыл өтіпті. Иә. Екеуі қатар жүріп ауыл көшесімен баяу келе бастады. Күн де батып бара жатты. Бір кездері осы көшелермен мектепке бірге барған еді. Қалайсың? Деп сұрады Ермек. Жақсы. Қалада тұрасың деп естідім. Иә. Балаларың қалай? Бұл сұраққа Қарлығаштың жүзі өзгеріп кетті. Ермек бірден түсінді. Кешір. Ештеңе етпейді. Мен білмекпін. Қарлығаш үнсіз қалды. Біраздан кейін өзі сұрады. Ал сенің жағдайың қалай? Ермек күрсініп қойды. Әйелім 10 жыл бұрын қайтыс болды. Қарлығаш тоқтап қала жаздады. Қайтыс болды ма? Иә. Қиын болған шығар. Өте қиын болды. Ермек төмен қарады. 3 баламыз бар. Қазір бәрі өз алдына кеткен. Ұлым Астанада, қызым Шымкентте, кішісі Ресейде. Немерелерім бар шығар? 4. Ермек жымиып қойды. Үйге барсам шулап жүреді. Қарлығаш та күлімсіреген болды, бірақ жүрегі тағы ауырып кетті. Өйткені дәл осындай әңгімені өзі ешқашан айта алмайды. Олар мектептің артына дейін бірге жүрді. Бір кезде Ермек күтпеген сұрақ қойды. Қарлығаш, е, сен неге тұрмысқа шықпадың? Қарлығаш ұзақ үнсіз қалды. Бұл сұраққа өзі де нақты жауап бере алмайтын. Ақыры жай ғана. Уақыт өте шықты, деді. Сонша жыл бойы ма? Әуелі інілерім дедім. Сосын олардың оқуы, сосын тойлары, сосын балалары, сосын тағы бір нәрсе. Ермек үнсіз тыңдап тұрды. Бір күні қарасам 69 жасқа келіп қалыппын. Ал өмірім өтіп кетіпті. Қарлығаштың көзіне жас келді. Ол бұрылып кетті. Жылағанын көрсеткісі келмеді. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын Ермек жай ғана айтты. Мен мектепте жүргенде сені жақсы қыз деп ойлайтынмын. Қарлығаш таңырқап қарады. Шынымен бе? Иә. Бірақ сен маған қарамайтын едім. Ермек күліп жіберді. Өйткені мен ақмақ болғанмын. Екеуі де күліп алды. Көп жылдан кейін алғаш рет Қарлығаштың жүрегіндегі ауырлық аздап жеңілдегендей болды. Қоштасар кезде Ермек, телефон нөмірімді бересің бе? Деді. Қарлығаш сасып қалды. 69 жасында бір ер адамның осындай өтініш айтқаны оған ерсе де жылы да көрінді. Не үшін? Жай ғана хабарласып тұрайық. Ескі сыныптаспыз ғой. Қарлығаш біраз ойланып тұрды. Сосын нөмірін берді. Ермек рахмет айтып кетті. Сол түні Қарлығаш қалаға қайтып келе жатқан автобуста терезеге қарап отырды. Көңілі алай-дүлей еді. Өмірінде алғаш рет өткенін емес, алдында әлі бір нәрсе бар сияқты сезінді. Бірақ не екенін өзі де білмейтін. Қалаға оралған соң Қарлығаш бірнеше күн бойы ауылдағы кездесуді ұмыта алмады. Әсіресе Ермекпен болған әңгімені. Түнде жатып ойлайды, таңертең оянып ойлайды. Өзіне өзі таңғалатын. 20 жастағы қыз сияқты толқып жүргеніне ұялатынды. 3-ші күні кешке телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір емес, Ермектің нөмірі. Қарлығаш біраз қарап отырды. Көтерейін бе, көтермейін бе? Ақыры жауап берді. Алло? Қарлығаш, мен ғой. Таныдым. Мазалап тұрған жоқпын ба? Жоқ. Екеуі бірнеше минут қана сөйлесті. Ауа райы туралы, ауыл туралы, сыныптастар туралы. Бірақ телефонды қойған соң Қарлығаштың жүзіне күлкі үйірілді. Көп жылдан бері болмаған күлкі. Сол күні кешке інісі Самат хабарласты. Апа, қалайсың? Жақсы. Немереміз мектепке дайындалып жатыр. Киім алу керек болып тұр. Қарлығаш үнсіз қалды. Бұрынғыдай бірден жіберем балам деп айтпады. Самат та аңғарды. Апа? Иә. Кімдап тұрсың ба? Кімдап тұрмын? Қолынан келе ме? Қарлығаш терезеге қарады. Өмірінде бірінші рет өзіне сұрақ қойды. Мен тағы да өзінен бас тартуым керек пе? Сол түні ұйықтай алмады. Өткен өмірі көз алдынан өтті. Інілерінің балалық шағы, тойлары, балалары, немерелері. Олардың қуаныштары, олардың мәселелері, ал өзінің өмірше. Бір сәт ойланып қалды.
Егер ертең өмірден өтсе, оны кім жоқтайды? Інілері жылайды. Бірақ бірнеше күннен кейін бәрі өз тіршілігімен кетеді, ал оның артында не қалады? Осы ой жүрегін ауыртты. Келесі күні жұмыста Марат тағы кездесті. Көмір-күйіңіз жақсы сияқты. Байқалады ма? Иә. Қарлығаш еріксіз жымиды. Ауылға барып келдім. Жақсы болыпты. Сыныптастармен кездестім. Қызық болған шығар. Иә. Ол Ермек туралы айтпады, бірақ жүзіндегі өзгерісті Марат байқаттырды. Бір түрлі мұң аралас жарық пайда болған. Сол кеште Ермек тағы хабарласты. Бұл жолы әңгімелері ұзаққа созылды. 1 сағат, 2 сағат. Бір кезде Ермек: Қарлығаш? Иә? Саған бір нәрсе айтайын ба? Айта бер. Сол күні кездескеннен кейін сені ойлап жүрмін. Қарлығаштың жүрегі дүрс ете қалды. 69 жасында мұндай сөз естеймін деп ойламаған. Ермек, мен шын айтып тұрмын. Біз қартайдық қой. Телефонның ар жағынан Ермек күліп жіберді. Қартайсақ та адамбыз ғой. Қарлығаш үндемей қалды. Көзінен жас шығып кетті. Өйткені өмірінде алғаш рет біреу оны әпке ретінде емес, ақша беретін адам ретінде емес, көмек сұрайтын адам ретінде емес, әйел ретінде көрген еді. Ал бұл сезім оған әрі тәтті, әрі қорқынышты болатын. Сол түні Қарлығаш ұзақ жылады, бірақ бұл жолы жалғыздықтан емес, өкініштен, өте үлкен өкініштен, жастығына бетін басып жатып: Неге өзімді ешқашан ойламадым, деп сыбырлады. Ал көз алдынан бүкіл өмірі өтіп жатты. 17 жасында анасы қайтыс болды. 25 жасында әкесін жерледі. Содан кейін 4 інісін жеткізем деп өмір сүрді. Қанатты оқытты, Саматты оқытты, Бекзатты оқытты, Ерланды аяқтан тұрғызды. 4-еуінде үйлендірді, 4-еуінің де балаларына көмектесті, 4-еуінің де немерелеріне сыйлық алып берді. Ал өзіне не қалды? Үнсіздік, жалғыздық, бір бөлмелі пәтер, ауырған аяқ, шаршаған жүрек. Ертеңінде сенбі болатын. Қарлығаш үйде жалғыз отырды. Түске таман есік қағылды. Ашса, Ерлан келіпті, кенже інісі. Қасында келіні мен немересі бар. Қарлығаш қуанып кетті. Келіңдер. Үй бірден жанданып сала берді. Немересі жүгіріп жүр. Шай ішілді, әңгіме айтылды. Қарлығаш та мәз болды. Үйдің ішінде бала күлкісі шыққанда жаны жадырайтын. Бірақ көп ұзамай әңгіме басқа арнаға бұрылды. Апа. Иә балам, бір өтініш бар еді. Қарлығаш ішінен ауыр күрсінді. Соңғы 40 жылдағы барлық әңгіме осылай басталатын. Айта бер. Ұлымды ақылы курсқа берейін деп едім. Қарлығаш үндемеді. Ерлан сөзін жалғастырып жатыр. Ал Қарлығаштың көзі үстелдегі кәмпит жеп отырған балаға түсті. Сол бала үшін де ол қанша рет ақша жіберген еді. Туған күнінде, мектепке барғанда, киім алғанда. Бірақ бала мұны қайдан білсін? Кенет Қарлығаш бұрын ешқашан жасамаған нәрсені жасады. Ерлан. Иә? Бұл жолы бере алмаймын. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Ерлан антаң. Келіні де үнсіз. Апа, менің де қажеттіліктерім бар балам. Бірақ 40 жылдан бері көмектесіп келем. Біз білеміз. Қарлығаш жымиып қойды. Жоқ, білмейсің генсіңдер. Даусы жұмсақ шықты. Бірақ ішінде жиналған мұң бар еді. Сендердің бәрінің үйлерің бар, балаларың бар, отбасыларың бар. Ал мен әлі күнге дейін өз денсаулығыма ақша қимаймын. Ерлан ұялып төмен қарады. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын жай ғана: Кешірші апа, деді. Осы сөзді Қарлығаш көп жылдан бері естімеген еді. Олар кеткен соң, үй қайтадан тынышталып қалды. Бірақ бұл жолы Қарлығаш бұрынғыдай бос сезінбеді. Өйткені өмірінде алғаш рет өзін қорғаған еді. Алғаш рет өзін бірінші орынға қойған еді. Кішкентай ғана қадам, бірақ оның жүрегінде үлкен өзгеріс басталып жатқан болатын. Кешке қарай телефон шырылдады. Ермек екен. Қарлығаш? Иә? Ертең қалаға келсем, қалай қарайсың? Қарлығаштың жүрегі дүрсілдеп кетті. Не үшін? Шай ішу үшін. Осы жаста ма? Ермек күліп жіберді. Осы жаста. Адамдар күлмей ме? Қарлығаш. Иә. Біз өмір бойы жұрт не дейді деп өмір сүрдік. Енді қалған өмірімізді өзіміз үшін сүрсек қайтеді. Қарлығаш үнсіз қалды. Көзінен тағы жас шығып кетті. Өйткені бұл сөзді оған ешкім ешқашан
айтпаған еді. Ермектің соңғы сөзі Қарлығаштың құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Енді қалған өмірімізді өзіміз үшін сүрсек қайтеді. Ол түнімен ойланып шықты. Біресе қуанады, біресе қорқады. Біресе өзін кінәлайды. 69 жасында кездесуге бармақ па? Жұрт не дейді? Інілер не дейді? Ауыл адамдары не дейді? Сосын кенет өзі күліп жіберді. Өмір бойы сол жұрт үшін өмір сүрді емес пе? Нәтижесі не болды? Ертеңінде Ермек қалаға келді. Қарлығаш ертерек дайындала бастады. Шкафты ашып киімдерін ақтарды. Таңдайтын көп нәрсе жоқ екен. Өйткені өмір бойы өзіне киім алудан бұрын інілерінің қажетіне ақша жұмсайтын. Ақыры қарапайым көк көйлекті киді. Шашын жинады. Айнаға қарады. Бір сәт өзіне бөтен адамға қарағандай болды. Көзінің айналасында әжім көбейген. Бірақ көзінің ішінде баяғы жас қыздың бір ұшқыны әлі өшпетті. Олар шағын дәмханада кездесті. Ермек орнынан тұрып қарсы алды. Келдің бе? Келдім. Рахмет. Неге? Келгенің үшін. Қарлығаш ұялып төмен қарады. Өмірінде бірінші рет біреу оның келгеніне қуанып тұрғандай көрінді. Шай үстінде ұзақ әңгімелесті. Балалық шақтарын еске алды. Мектеп кездерін айтты. Мұғалімдерді еске алды. Бір кезде Ермек күліп, «Сен мектепте жүргенде маған қарап жүретін едің ғой», деді. Қарлығаштың қолындағы кесе дір ете қалды. «Қайдан білдім?» «Білетінмін. Сонда неге үндемедім?» Ермек жымиды. «Жаспыз ғой, ақыл жоқ. Мен сен мүлдем байқамайды деп ойлайтынмын». «Байқайтынмын». Қарлығаш ұзақ үнсіз қалды. Жүрегі тағы бір түрлі болып кетті. Егер сол кезде бәрі басқаша болса ше? Егер сол кезде өмір басқа жолмен кетсе ше? Бірақ өткен уақыт қайтып келмейді. Кешке қарай олар саябақта серуендеді. Қарлығаштың аяғы ауырып тұрды. Біраз жүргеннен кейін орындыққа отырды. Ермек үндемей дүкеннен су алып келді. «Мә!» Қарлығаш бөтелкені қолына алды. Көзінен жас шығып кетті. «Не болды?» «Ештеңе. Жылап тұрсың ғой». Қарлығаш төмен қарады. «Білесің бе, Ермек?» «Иә. Маған ешкім бұрын су әкеліп бермеген». Ермек үндемей қалды. «Өмір бойы бәріне өзім су әкеліп жүрдім. Ауыр заттарды өзім көтердім. Бәріне көмектестім». Дауысы дірілдей бастады. «Бірақ бір күні қартайғанда қасында бір адам болады деп ойлағанмын». Осы сөзден кейін ол жылап жіберді. Жылдар бойы жиналған өкініш сыртта шыққандай болды. Ермек ештеңе демеді, тек жанында отырды. Кейде адамға ақыл емес, жай ғана қасында отырған адам керек болады. Қарлығаш соны алғаш рет сезінді. Ал жүрегінің түбінде кішкентай ғана үміт оянып келе жатқан еді. Саябақтағы сол күннен кейін Қарлығаштың өмірінде бір нәрсе өзгере бастады. Үлкен өзгеріс емес, бірақ жүрегіндегі жалғыздық бұрынғыдай ауыр сезілмейтін болды. Ермек күнде хабарласпайтын, бірақ 2-3 күнде бір рет қоңырау шалады. «Қалайсың? Аяғың ауырып жүрген жоқ па? Дәрігерге бардың ба?» Осындай қарапайым сұрақтар. Бірақ Қарлығаш үшін бұл өте қымбат еді. Өйткені өмірінде алғаш рет біреу одан ақша сұрамай жағдайын сұрап жүрді. Бір күні таңертең аяғы қатты ісіп кетті. Төсектен тұрудың өзі қиын болды. Жұмысқа да бара алмады. Үйде жалғыз отырды. Шайнектегі су таусылған. Дүкенге шығуға шамасы жоқ. Сол кезде жүрегі қатты ауырды. Жалғыздықтан, қарттықтан, өткен өмірден. Телефонды алып інілерінің өмірлеріне қарады. Қанат, Самат, Бекзат, Ерлан. Төртеуі де аман. Төртеуінің де балалары бар. Төртеуінің де үйлері бар. Төртеуінің де көліктері бар. Бірақ дәл қазір олардың еш қайсысы әпкесінің жалғыз отырғанын білмейді. Білсе де келе алмайды. Өйткені әркімнің өз тіршілігі бар. Сол күні кешке Ермек хабарласты. Даусынан бірден бір нәрсені сезді. «Қарлығаш, даусым жоқ қой. Аздап шаршап тұрмын. Не болды?» «Ештеңе. Өтірік айтпа». Қарлығаш үнсіз қалды. Сосын жайлап, «Аяғым ауырып тұр», деді. Ермек бірден, «Мекен-жайыңды жібер». «Не үшін?» «Барамын». «Қойшы». «Жібер». «Қажеті жоқ». «Қарлығаш». Бұл жолы Ермектің даусы қатқыл шықты. «Өмір бойы бәрін жалғыз көтердім. Болды енді. Мекен-жайыңды жібер». 1,5 сағаттан кейін есік қоңырауы соғылды. Қарлығаш ашса, Ермек тұр. Қолында 2 пакет. Бірінде азық-түлік, бірінде дәрі. Қарлығаш үнсіз қарап қалды. 69 жыл өмір сүріп,
Дәл осындай сәтті бірінші рет көріптір. Неге келдім? Келгім келді. Ауылдан сонша жерден. Не болыпты? Ермек үйге кірді. Ас үйге өтті. Шәйнекке су құйды. Шәй қойды. Қарлығаш үнсіз қарап отыр. Көзінен жас тоқтамай ағып жатыр. Жылама. Мен жылап отырған жоқпын. Өтірік айтпа. Қарлығаш күліп те жылап та жіберді. Білесің де? Иә. Мен өмір бойы біреулерге керек болуға тырыстым. Әкеме керек болдым. Інілеріме керек болдым. Олардың балаларына керек болдым. Бірақ бір адам маған керек болып көреді деп ешқашан ойламаппын. Үйдің іші үнсіз қалды. Бір кезде Ермек жай ғана оның қолын ұстады. Қарлығаш селк ете түсті. Өйткені өмірінде алғаш рет ер адамның қолынан осылай ұстап отырған еді. 70-ке таяған шағында. Жастық шағында емес, кәрілігінде. Сол сәтте оның ішіндегі ең үлкен өкініш оянды. Неге мен өз өмірімді сонша кеш бастадым? Неге өз бақытымды жарты ғасыр күттім? Неге? Көзінен тағы жас сырғып түсті. Ал Ермек оның қолын жібермей отырды. Ермек оның қолын жібермей біраз отырды. Үйдің ішінде тыныштық орнаған, тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Қарлығаш бұрын мұндай тыныштықтан қорқатын, өйткені жалғыздықтың тыныштығы болатын, ал бүгінгі тыныштық басқа еді. Бүгін қасында өзін түсінетін адам отыр. Ермек кешке қарай қайтатын болды. Есіктің алдына шыққанша ертең хабарласам деді. Жарайды. Дәрілеріңді уақытында іш. Жарайды. Аяғыңды күт. Жарайды. Қарлығаш күліп жіберді. Тура дәрігер сияқты сөйлейсің. Ермек те күлді. Біреу қарау керек қой саған. Осы сөз Қарлығаштың жүрегіне ерекше тиді. Біреу қарау керек қой саған. Бұл сөзді оған ешкім айтпаған еді. Сол түні ол терең ұйықтады. Бәлкім соңғы бірнеше жылдағы ең тыныш түні шығар. Бір апта өтті. Ермек жиі хабарласып тұрды. Кейде өзі келеді, кейде жай ғана сөйлеседі, кейде ескі естеліктерді айтады. Қарлығашта бірте-бірте ашыла бастады. Бір күні екеуі шай ішіп отырғанда Ермек күтпеген сұрақ қойды. Қарлығаш, иә? Маған ренжімейсің бе? Неге? Бір нәрсе айтсам. Айта бер. Ермек біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Қалған өмірімізді бірге өткізсек қайтеді? Қарлығаштың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қолындағы кесе дірілдеп кетті. Ермек, мен асықтырмаймын. Бірақ өмірдің қанша қалғанын білмейміз. Мен жалғызбын, сен де жалғызсың. Екеуміз бір-бірімізге қамқор болсақ қайтеді? Қарлығаш жауап бере алмады. Өйткені дәл осы сөзді өмір бойы күтті. Бірақ ол сөз оған 20 жасында емес, 69 жасында келіп тұр. Сол түні тағы ұйықтай алмады. Бөлменің ішінде жалғыз отырды. Терезеден сыртқа қарады. Жылдар көз алдынан өте берді. Інілері, олардың пойлары, балалары, немерелері, өзінің армандары, өзінің жастығы, өзінің жоғалтқан уақыты. Сол кезде телефон шырылдады. Қанат екен, бір кісімен араласып жүр екенсің ғой. Қарлығаштың жүрегі шымете қалды. Демек, інілері біліп қойған. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Бірнеше секундтан кейін Қанат. Осы жаста оның не керегі бар, апа? Ел не дейді? Ауылдың бәрі айтып жүр. Қарлығаштың көзіне жас келді. Бірақ бұл жолы мұңнан емес, реніштен. Өйткен жетмейткені ол өмір бойы солар үшін өмір сүрген еді. Ал енді өзі үшін аз ғана бақыт іздей бастағанда. Бірінші болып қарсы шыққандар тағы да өз туғандары болды. Қанатпен сөйлескеннен кейін Қарлығаш ұзақ ойланып қалды. Ермек туралы, өзі туралы, өткен өмірі туралы. Бірақ ең көп ойлағаны жүрек еді. Ол Ермекті сыйлайтын, құрметтейтін, жақсы адам екенін білетін. Бірақ жүрегінде махаббат жоқ еді. Кем дегенде өзі солай ойлады. Бірнеше күннен кейін Ермек тағы келді. Екеуі саябақтағы орындықта отырды. Күздің салқын желі есіп тұр. Ермек үнсіз ғана күтіп отырды. Ақыры Қарлығаш сөйледі. Ермек. Иә. Маған ренжіме. Ермек бәрін түсінгендей басын изеді. Жалғастыр. Мен саған тұрмысқа шыға алмаймын. Ермек біраз үнсіз қалды. Бірақ ренжіген жоқ. Айқайламады. Тек көкжиекке қарап отырды. Себебін айта аласың ба? Қарлығаш күрсінді. Білмеймін.
Мен өмір бойы бір нәрсені күтіп келемін. Нені? Өз адамымды. Дауысы дірілдеп шықты. Мүмкін ақымақтық шығар. Бірақ әлі күнге дейін бір-біріне шынайы махаббат кездесетіндей көрінеді. Ермек мұңайып жымиды. 69 жаста да сен армандайсың ба? Иә. Қызық екенсің. Қарлығаш та жымиды. Өзін де түсінбеймін. Екеуі сол күні тыныш қоштасты, бірақ бұрынғыдай жиі хабарласу тоқтады. Ермек оның шешімін сыйлады, ал Қарлығаш тағы да жалғыз қалды. Күндер қайтадан бір-біріне ұқсап кетті. Таңертең оянады, аяғы ауырып төсектен әрең тұрады, шай қояды, жұмысқа барады. Асханадағы ыстық, қазан, бу, ыдыс, картоп аршу, тамақ дайындау. Кешке үйге келеді, теледидар қосады. Бірақ не көріп отырған өзі де білмейді. Сосын ұйықтайды. Ертең тағы сол өмір, тағы сол тіршілік, тағы сол жалғыздық. Бір күні жұмыста жас қыздардың әңгімесін естіп қалды. Күйеуім бүгін гүл сыйлады. Біз демалысқа барамыз. Балам бүгін мама деп жазыпты. Қарлығаш күлімсіреп тыңдап отырды. Бірақ ішінде бір бос кеңістік бар еді. Өте үлкен бос кеңістік. Кешке үйге келгенде айна алдында ұзақ тұрды. Шашындағы ақтарды көрді. Әжіндерін көрерді. Шаршаған жүзін көрді. Сосын өзіне өзі: Қарлығаш, өмірім қалай тез өтіп кетті, деді. Бір кезде 20 жаста еді, сосын 30 болды, 40 болды, 50 болды, ал қазір 70-ке жақындап қалды. Бірақ ішінде әлгі баяғы жас қыз әлі өлмеген еді. Әлі де біреуді күтетін, әлі де шынайы махаббатты күтетін, әлі де бір күні есігі қағылып, тағдыры өзгеретіндей сенетін. Сондықтан Ермекке де толық жүрегін аша алмады. Өйткені оның жүрегі әлі де бір ғажайыпты күтіп жүрген еді. Ермекпен сөйлескеннен кейін де Қарлығаштың өмірі қатты өзгеріп кеткен жоқ. Таңертең тұрады, шайын ішеді, жұмысына барады, кешке қайтады. Сол баяғы тіршілік, сол баяғы күндер. Бірақ уақыт бұрынғыдан да жылдам өтіп жатқандай еді. Бір күні жұмыста жүргенде жас қызметкерлердің бірі: Қарлығаш апай, келесі жылы зейнетке шығасыз ғой, деді. Қарлығаш күліп жіберді. Иә, солай сияқты. Бірақ сол күні кешке үйге қайтып келе жатып ойланып қалды. Шынымен де, мен сонша жасқа келіп қалдым ба? Кеше ғана қалаға келгенде еді. Кеше ғана інілеріне ақша жинап жүргенде еді. Кеше ғана 30 жастағы қыз сияқты еді. Ал қазір зейнет туралы сөйлесіп жүр. Жылдар бірінен соң бірі сырғып өте берді. Қанат ата болды. Саматтың қызы тұрмысқа шықты. Бекзаттың ұлы үйленді. Ерланның немересі дүниеге келді. Қарлығаш бәрінің қуанышына қатысты, бәріне сыйлық апарды, бәріне көмектесті. Бірақ әр тойдан кейін жалғыз үйіне қайтатын. Бір күні үйіне келгенде ескі альбомын ашты. Суреттерге қарап отырып кенет тоқтап қалды. Бір суретте Қанаттың тойы, екінші суретте Саматтың тойы, үшінші суретте Бекзаттың үйленуі, төртінші суретте Ерланның баласының тұсаукесері, бесінші суретте немерелердің туған күні, алтыншы суретте шөберелер. Бүкіл альбом толған адамдар, толған қуаныш, толған отбасы. Ал Қарлығаш сол суреттердің бәрінде шетте жүр. Бірде дастархан жасап жүр, бірде бала көтеріп жүр, бірде қонақ күтіп жүр. Бірақ еш жерде басты кейіпкер емес, еш жерде өз өмірінің иесі емес. Сол түні ол терезе алдында ұзақ отырды, қолында бір кесе шай, тізесі ауырады. Беліне де күш түседі. Соңғы жылдары салмақта қосып кеткен. Бұрын байқамайтын, енді баспалдақпен көтерілген сайын сезеді. Сол кезде кенет күнтізбеге көзі түсті. Жасы 60-тан асып кеткелі бірнеше жыл болыпты, ал ол мұны әлі толық сезінбеген. Қалай уақыт осынша тез өтті? Қалай ғана 25 жасында әкесін жерлеген қыз бір күні 60-тан асып кетті? Қалай ғана інілерінің балалары бүгінде ата-ана болып үлгерді? Қалай ғана өмір сонша жылдам өтті? Қарлығаш көзін жұмды, жауап жоқ еді. Өйткені өмір бір күнде өтпейді. Ол күн сайын аздап өтіп отырады. Біреуге көмектесемін деп, бір міндетті орындаймын деп, бір істі бітіріп алайын деп. Сөйтіп жүріп адам бір күні айнаға қарайды да, менің өмірім қайда кетті деп қалады. Қарлығаш дәл сол сұрақты өзіне қойып отыр еді. Қарлығаш бүгін 69 жасқа толды. Туған күні. Бірақ бұл күннің басқалардан айырмашылығы шамалы еді. Таңертең оянды,
Шәйнекке су қойды. Өзіне шәй құйды. Терезенің алдына барып отырды. Бір бөлмелі пәтердің іші үнсіз. Бұрын бұл үнсіздікке үйреніп кеткендей көрінетін. Ал бүгін сол үнсіздік ерекше ауыр сезілді. Телефонына бірнеше хабарлама келді. Үнлері құттықтады. Үнлерінің балалары құттықтады. Немерелері де жазып қойыпты. Туған күніңізбен апа. Денсаулық тілейміз. Ұзақ өмір сүріңіз. Қарлығаш бәріне рахмет деп жауап берді. Сосын телефонды үстелге қойды. Үй қайтадан тынышталып қалды. Түске қарай көшеге шықты. Соңғы жылдары салмақ қатты қосып кеткен. Екі тізесі де ауырады. Ұзақ жүре алмайды. Сондықтан саябақтағы орындықтардың біріне отырып, адамдарды бақылап отырады. Жас аналар балаларын жетектеп жүреді. Аталар немерелерін ойнатып жүреді. Қол ұстасқан ерлі зайыптылар өтеді. Қарлығаш үнсіз қарайды. Кейде күлімсірейді, кейде күрсінеді. Кешке үйіне қайтып келеді. Теледидар қосады. Бірақ көбіне не көріп отырғанын өзі де байқамайды. Кейде телефонын ақтарады. Әлеуметтік желіден інілерінің балаларының суреттерін көреді. Бірінің тойы, бірінің туған күні, бірінің шетелге барғаны. Соларға қарап отырып қуанады. Шынымен қуанады. Өйткені оларды өз балаларындай жақсы көреді. Бірақ тым болғанда бәрібір жалғыз қалады. Сол баяғы бір бөлмелі пәтер. Сол баяғы үнсіздік. Сол баяғы ойлар. Терезенің алдына келіп отырды. Қала шамдары жымыңдап тұр. Қарлығаш көзін жұмды. Өмірі көз алдынан өтті. Мектептегі алғашқы махаббаты. Қайтарған Нұржан. 4 інісі, олардың тойлары, балалары, немерелері, өзінің армандары, өзінің жалғыздығы. Өмірім қалай тез өтіп кетті екен, деп сыбырлады. Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Ол ешкімге өкпелемес еді, інілеріне де емес, тағдырға да емес. Тек кейде жүрегінің түбінде бір өкініш қалады. Өте үлкен өкініш. Өз өмірін кейінге қалдыра берген үшін, өзін соңғы орынға қойған үшін. Бір күні бақытты болам деп күте берген үшін. Ал терезенің ар жағында өмір жалғасып жатты. Ал Қарлығаштың өмірі болса, баяу ғана өтіп бара жатты. Бір күн, бір апта, бір ай, бір жыл. Құрметті оқырман, сіз Қарлығаштың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Өз бақытыңыз үшін өмір сүрер ме едіңіз? Әлде туғандарыңыз үшін бәрінен бас тартар ма едіңіз? Қарлығаш бақытты өмір сүрді деп ойлайсыз ба? Әлде өмірдің ең үлкен қателігін жасады ма? Пікіріңізді міндетті түрде жазыңыз.